Қайырлы кеш, құрметті достар. Бүгін біз Binance курсын өтетін боламыз. Өйткені маған соңғы видеоларым, бірінші видеом мен екінші видеомдағы просмотр мошенниктер курс алмас бұрын осы видеоны көр деген видеодан кейін маған көп адамдар жазды. Яғни осы мен 200 мыңға 100 мыңға курс алдым, пайда болған жоқ. Яғни өтірік маған су беріп и сонда мен пайда таба алмай жүрмін деді. Сондықтан мен соның алдын алу үшін өзім онлайн тегін курс жүргізейін деп шештім. Онлайн тегін курсты бүкіл базаны беретін боламын. Сол курста сіздерге берген базаны беретін боламын. Сондықтан осы курсты жаңадан кірейін деп жатқан адамдарға жіберсеңіздер деп тілектес. Енді видеоның бастамас бұрын ең бірінші біз P2P нишаның басқа нишалардан қарағанда неге жақсы екенін және минустарын айта кетейік. Яғни P2P нишаның кезінде бізде мысалы товарныймен маркетплейстермен жұмыс жасайтын адамдарды салыстырайық. Мысалы P2P нишада ең бірінші плюстары 1-2-3 деп бірінші жерге жазып қойдым. Яғни минимальный оборот, табыс жақсы, кез келген нүктеден жұмыс жасау. Ал минустарына келетін скам, лимиттер, яғни жеке тоқталатын болсам, минимальный оборот ол бізде, яғни сіздерге товарны сияқты үлкен суммада ақша қажет емес. 500 мың теңгемен кіріп, сіз табыс таба берсеңіз болады. Жақсы бір международный связка аласыз, 500 мың теңге құясыз, күн сайын сізге табысын тұрады. Маркетплейстен тағы да бір айырмашылығы, мысалы сіз 2 миллион құйып маркетплейске товар сатып алып, оны сіз товармен айналысқан кезде сатып алғаннан кейін оны маркетплейстерге саласыз, немесе сату инстаграмнан рекламаласыз, шығындар көп бір жағынан. Екінші жағынан сіздің ақшаңыз заморозка қалады, яғни товардың ішінде сіздің ақшаңыз тұрады. Товар салып қоясыз, и ол товар өтпеген шейін, сатылмаған шейін сіз ақшаңызды шығара алмайсыз. Немесе ақша түспеген шейін оны шығара алмайсыз. Ал P2P-да сіз кез келген кезде табысын шығарып аласыз, салған ақшаңызды любой кезде салып отыра бересіз, яғни заморозка жоқ. Табыс жақсы. Екіншісі табыс, яғни 500 мың теңгеден 2%, 3%, күніне 3% отыратын болса, сіз 5-6 круг жасап, жақсы күніне 100 мың, 50 мың теңге пайда табуға болады. Немесе минимальный 10 мың теңге пайда тауып отырсаңыз болады. Енді кез келген нүктеден жұмыс жасауға болады, яғни Қазақстанда отырып, кез келген банк карточкасын ашып, басқа да мемлекеттермен международный жұмыс жасай берсеңіз болады. Яғни главное Ресейден немесе басқа да мемлекеттен карточка ашып қоясыз, сосын сол арқылы жұмыс жасай бересіз. Енді минустарына келетін болсақ, минустарында бізде бірінші скам деп жазғам, яғни скамға бізде мошенниктер ғой. Басқа международный жұмыс жасаған кезде мошенниктер көп болады. Сіз алдағысы келеді, оның бәрін осы курсты көрсететін боламын. Қалай алданбау керек, қалай не істеу керек, қалай олармен сөйлесу керек, апелляция қалай жүргізу керек, оның бәрін көрсететін боламын. Скам және де межбиржевой скамдар болады, яғни сізге айтады, мысалы бір валюта сатып аласыз, мысалы лайткоин сияқты, мысалы басқа биткоин сияқты сатып аласыз да, оны сіз осы биржаға жіберіңіз дейді. Осы биржаға жібергеннен кейін сіз ақшаңыз 10% болып қайтып келеді дейді. Оны бірінші рет істеп отырған адам сөйтіп ақшаны жібереді и плюс суммасына алданып қалады. Тек қана сенімді биржамен ғана жұмыс жасау керек, Bybit, Binance сияқты. Енді лимиттерға келетін болсақ, лимиттер мысалы банктерде әртүрлі болады. Кассибанкте 2 миллион лимит бар. Мысалы Кивиде сатусына байланысты лимиттері болады, басқа да банктердің лимиттері болады. Сол лимиттен аспай қадағалап отырып жұмыс жасауға қажет болады. Тағы да бір минусына блокировкадан кіргізуге болады, яғни карточкаңыз блокировкаға жіберіледі. Ол блокировканың алдын алу немесе блокировка түскен кезде қандай шарттарға баратынын курстың алдын ала айтатын боламын. Осымен біздің кіріспе бөлімі бітті, яғни сіздің минустар мен плюстарын айтамын. Екінші бөлімде біз арбитраж туралы не деген сұраққа жауап береміз. Ол термині және де теориясымен жүзін түсіндіретін боламын.